Биыл қала мәртебесін алғанына жарты ғасыр толған Жетісай қаласының 50 жылдық мерейтойына арнап, Гаухар Әлімбекова атындағы өнер мектебінің шәкірттері мерекелік тарту жасады. Шараға шаһар басшысы Тұрышбек Елшібаев пен өңір ардагерлері қатысып, өнер ұжымына ақ баталарын берді. Ашылғанымызға небәрі 3 ай көлем болса да, осындай үлкен шараны қаламыздың көркеюіне үлес қосайық деген үлкен сеніммен осындай бір концерт бағдарлама жасап отырмыз. Мұндағы біздің әрбір шәкіртіміз өздерінің өнерлерін паш етпек, арнайы сахналық көріністер, сахналық композициялар, поэзиялық композициялар, хореографиялық билер, қойылымдар барлығы жасақталған. Соның барлығы біздің шәкірттерім 80-ге жуық шәкірт қазір сахнада өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Қазақ өнерін бүкіл әлемге паш ету мақсатында ән мен бидің, сөз өнерінің қыр-сырын үйреніп жүрген бұл жас өрендердің барлығы Гаухар Әлімбекова атындағы өнер мектебінің шәкірттері. Бойларындағы Алла берген қабілетін, ерекше дарындарын Жетісай қаласының 50 жылдық мерекесіне тарту етуді жөн санапты. Осылайша кешке арнайы шақырылған еңбек ардагерлерінің алдында өнер көрсетіп, олардың ақ батасына ие болды. Көрермендердің ыстық ықыласына, қошеметіне бөленді. Ал мерекелік концерттің жоғары деңгейде ұйымдастырылуына өнер мектебінде оқитын шәкірттердің ата-аналары қолдау танытыпты. Себебі перзенттері осы мектепте тәлім алғалы, бойларында оң өзгеріс байқалған. Гаухар Әлімбекова өнер мектебіне менің 3 қызым да қатысады. Үлкен қызым Айдына вокал сабағына қатысады, 2 қызым хореография биіне қатысады. Бұлар осы Гаухар Әлімбекова мектебіне келгелі бері мен қыздарымда бір өзгеше бір өзгеріс пайда бола бастады. Сабақтары да, алға қарай ұмтылыстары да барлығы өзгеше бола бастады. Мен Гаухар Әлімбекова ұжымына өте көп алғысымды айтамын, рахметімді айтамын. Осындай Жетісай қаласынан, осындай біздің үйімізге жақын тіпті жерден ашылғанына қуаныштымын мен. Жетісайдың бүгінгідей гүл жайнаған өлкеге айналуына өздерінің сүбелі үлесін қосқан ел ағалары мен аналары бүгінгі шарада тәтті ән тыңдап сиқырлы бидің куәсі ғана болған жоқ. Қала әкімі Тұрышбек Елшібаев еңбек ардагерлерінің еселі еңбегін дәріптей келе мерекелік медальдармен марапаттады. Жетісай ауданынан Әсем Жұмалиева, Мадина Нұрқожаева, Азат Нысанбаев, ақпарат.